қалтаңда бүйтіп күтіп тұрған кезде сен мені ұмытып кетпейсің ба деп айтып жатыр. Ұмытып кетпейсіңдер ма? Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сенің аттың жылдамдық есі кітаптарының авторы Айнагүл Дәуіт. Сіздермен бірге ары қарай жалғастырып, 2-ші сыныптың біз 26-шы беттегі есептерін шығаратын боламыз. Ал кеттік. Мына есепті мектепте қалай түсіндіреді? Негіз қалай түсіндірген дұрыс? Мына 41-ден 3-ті азайтқан кезде бұл деңгейге жету үшін біз бұған дейінгі сабақтарды міндетті түрде көріп келіңіздер. Бұл сәл күрделеніп жатыр, 26-шы бетке келіп қойдық. Енді қараңыз, мына 1 3-ті азайта алмайды. Не істейміз онда? Мына 1-ді алып тастауымыз керек. Мына 1-ді азайтуымыз керек. Ол үшін мына 3-тен біз 1-ін сұрап аламыз да, мына жақты дөңгелек ондыққа айналдырып аламыз. Мына жақты 40-қа айналдырып аламыз. Ол үшін 3-тің біреуін мына бұтағына жазамыз. 3-тің өзінде қалады 2. Оны мына бұтағына жазып қоямыз. Енді кезек-кезек 41-ден 1-ді азайтамыз. 40-тан 2-ні азайтамыз 38. 40-тан 2-ні азайту 38 екенін біз осының алдындағы тақырыптарда өткен болатынбыз. Ол тақырыпты өтпеген болсаңыздар, онда мына тақырып сіздерге қиын болады. 38. Ал кеттік ары қарай. 52-ден азайту 4. Мына бірлігі кішкентай болып тұрған кезде 2 4-ті азайта алмайды. Не істейміз ол үшін? Мына жақты біз дөңгелек ондыққа айналдырып аламыз. Дөңгелек ондыққа айналдыру үшін біз мына 2-ні бүйтіп алып тастауымыз керек. Ал 2-ні алып тастау үшін біз мына 4-тің 2-ін сұрап аламыз. 4-тің 2-ін мына бұтаққа, 4-тің 2-ін мына бұтаққа жазып қоямыз. 4-тің өзінде неше қалды деп балалардың өзінен сұраңыздар. 4-тің 2-ін мына жаққа бере салғанын біліп тұру керек. 4-тің 2-ін мына жаққа не үшін бере салды? Мына 52-ден 2-ні алып тастау үшін, мына 52-ні 50 қылдырып алу үшін бере салғанын білу керек. Оны кейде білмей отыратын балалар бар. Енді мына 4-тің өзінде неше қалды деген кезде бала түсінеді. Кейбір түсінбей жатса айтасыздар, 4-тен мына 2-ні алып таста, сол кезде 2 қалды деген сияқты. Оның бәрін өзіңіздеріңіз түсіндіріп отырсаңыздар болады. 52-ден 2-ні азайтамыз. 50, 50-ден 2-ні азайтамыз 48. 50-ден 2-ні азайта алмай жатса, онда керек жоқ мына есепті шығарып. Онда қайтадан жаңағы 50-ден бірлікті алуды, 10-дықтан бірлікті алуды шығаруды қайталау керек. Қайта-қайта қайталауларыңыз керек. 50-ден 2-ні алған кезде 48. Ал кеттік. Мына 43-тен 5-ті азайту үшін дәл осы сияқты есептер, мына 3 5-ті азайта алмайды. Не істейміз? Мына 3-ті алып тастап, мынаны дөңгелек ондыққа айналдырып алуымыз керек. Ал мына 3-ті алып тастау үшін бізге мына бұтаққа біз 3 жазуымыз керек. Оны біз қайдан аламыз? 5-тің 3-ін былай жазып қоямыз мына жерге, 5-тің 2-сін мына бұтаққа жазып қоямыз. 43-тен 3-ті алғанда 40 болады. 40-тан 2-ні алған кезде 38 болады. Егер 40-тан 2-ні азайта алмай жатса, онда 40-тан 2-ні азайту, 60-тан 3-ті азайту, 5-тен 4-ті азайту, 20-дан 3-ті азайту, 30-дан 4-ті азайту деген есепке қайтадан келесіздер. Міндетті түрде соны орындауларыңыз керек. Әйтпесе мына есеп сіздерге қиын болады. Ал егер мына ұқсап түсіндіру балаға қиын болса, онда тағы да бір түрін сіздерге үйретейін. Енді біз бағандан бері YouTube арнасында есеп шығардық, ал сол есептерді одан ары дағдылану үшін, бала әбден өзі шығарып үйрену үшін не істеуіміз керек? Дәл сол есептер жазылған Сенің аттың жылдамдығы есі деген кітапты біз Каспий дүкенінен ала аласыздар. Әр сыныпқа арналған, 1-ші сыныпқа арналған, 2-ші сыныпқа арналған, 3-ші, 4-ші сыныпқа арналған кітаптар. Одан бері бізде көбейту жаттайық деген кітабымыз бар. Бұны Каспийден штучно ала аласыздар. Оптым алған жағдайда сынып жетекшісіне бір кітап тегін беріледі, және Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Және біз бір түрмен түсіндірдік. Мына жақты біз дөңгелеткізіп аламыз 60 қылдырып. Ал егер олай түсіндірген кезде түсінбей жатса, онда былай айтасыздар балаларға. 61-ден 7-ні азайту үшін бір кішкентай болып тұр ғой, 1-ден 7-ні азайта алмаймыз. Не істейміз онда? Келісіп алайық онда. Мына бір кішкентай, бір сен кішкентайсың, сен мына 7-ні азайта алмайсың, онда сен күте тұр деп аласыздар да, бейді балаларға, қалтаңа сал деп балаларға айтсаңыздар, балалар қызық көреді, күледі. Оларға главный мәз болып күліп отырып есепті түсініп кеткен жақсы. Бірді аласыздар да деп қалтаға немесе бітіп қалтаға салып қоясыздар. Ол қалтада күтіп тұру керек, оны ұмытып кетуге болмайды. Одан кейін мына жерде если бірді қалтаға салып қойған кезде, мында бізде 6-ға қалмайды. Көп бала кейде 6 дейді. Мынау бізде 61 болғандықтан, мынау бізде 60. 60-тан 7-ні азайтқанда
неше? Бұл жерде де ондықтан азайтуды бірінші әбден үйреніп алуларыңыз керек. Одан кейін барып мына есепті шығарасыздар. 60-тан 7-ні азайтқанда 53, 53-ке енді мына қалтадағы бірді бітіп шығарасыздар да 53-ке бірді мә деп қоса қоясыздар. Сонда неше болады? 54 болады, 54. Келесі. Осылай шығарған кезде көп балалар қызық көреді, үйреніп алады. Енді әртүрлі тәсілді өздеріңіз көріңіздер. Жаңағы бірінші тәсілді де көріңіздер, мынаны да көріңіздер, қайсы балаға жеңіл, соны үйретесіздер. 82-ден 8 азайту керек. 2 8-ді азайта алмайды, иә? Не істейміз 2-ні? Аламыз да қалтаға салып қоямыз, иә? 2-ні алдық та қалтаға салдық. Енді 80-нен 8-ді азайтыңыз. 80-нен 8-ді азайтқанда неше? 72, 72-ге қалтадағы 2-ні әкеліп қоса саламыз. 74. 5 8-ден кішкентай, 5-ті алып қалтаға сала тұрамыз. 40-тан 8-ді аламыз. 32, 32-ге қалтадағы 5-ті қоса саламыз. 37. 26-дан 7-ні азайтамыз, Кейбір балалар осылай тұрған есептін 7-ден 6-ны азайтып 21 деп жазып қояды. Неше түрлі жауаптарды көресіздер. 6-ны кішкентай болғандықтан аламыз да қалтаға былай салып қоямыз, келісеміз, сен қалтада күте тұр деп. 20-дан 7-ні азайтамыз. 13, 13-ке мына қалтадағы 6-ны шығарып қоса саламыз. 19. Келісу керекше, мынау 6 айтады. Мен сенің бетіп қалтаңда бетіп күтіп тұрған кезде сен мені ұмытып кетпейсің ба деп айтып жатыр. Ұмытып кетпейсіңдер ма? Қалтада сендерді бетіп 6 бетіп күтіп тұрады ғой, Кейбір балалар ұмытып кетеді. 20-дан 7-ні азайтады да 13 қой, 13 деп жаза салатын балалар болады. 20-дан 7-ні азайтқанда 13, 13-ке қалтадағы 6-ны қосқан кезде 19. Осылай үйретсеңіздер болады. Мына YouTube арнасын балаларыңызға да көрсетсеңіз болады. Балаларыңыз сізден гөрі тезірек түсініп алады, мына есептерді. Немесе мамалар өздеріңіз түсініп алыңыз да, балаларыңызға осылай түсіндіріңіздер. Бұл 2-ші сыныптың бағдарламасы, 2-ші сыныптың осы кітабында сенің атың жылдамдығы естіген осы кітаптан есептер шығарып жатырмыз. Бұл кітап мектептің бағдарламасы негізінде мектепте келетін БЖБ, ТЖБ, күнделікті шығаратын есептеріңіз осында есептер. Сондықтан осы кітапты аласыз да 2-ші сыныпты бітіріп шықсаңыздар 5-ке оқисыздар. YouTube арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, сыныптарыңызға бөлісіңіздер. Мұғалімдер көріп қалсаңыздар осы видеоны сыныпқа жіберіңіздер, ата-аналар көрсін. Ата-аналар көріп қалсаңыздар бұл видеоны мұғалімдеріңізге жіберіңіздер, сынып чатына жіберіңіздер, тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Мына есептің видеосын жіберіңізші деген сияқты маған астына қандай видео көргілеріңіз келеді, соны жіберіңіздер. Ал жақсы, сау болыңыздар.